Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен мен идеалист Қуаныш. Бүгінгі видеода және де болашақтағы видеоларда мен TikTokқа және де Instagramға арнап қысқа нұсқа анық обучающий контент бастаймын деп шешім қабылдадым. Бұл контент басталудың себебі көпшілікке көмек ретінде және де көпшілік в целом smart money логикасын түсінсін, яғни нарықта баға қалай қозғалады, соны түсінсін деген мақсатта жасалынып отыр. Ең алдымен бүгінгі видеоның тақырыбы ол бізде ликвидность. Яғни кез келген нарықта бізде нарықта қозғалтатын бірінші фактор ол ликвидность. Яғни ликвидность дегеніміз не? Қысқаша қарапайым айтатын болсам, ликвидность дегеніміз ол бізде нарықта ақшаның жиналған жері. Яғни көпшілік адамдардың ақшасы қайда жиналды, сол жерге баға бізде ұмтылады. Яғни ликвидность дегеніміз түсінулеріңіз бойынша ол бізде ақша. Яғни ақша қай жақта көп, нарық бізде сол жаққа ұмтылады. Яғни нарықта бізде ешқандай уровень поддержки сопротивления деген тема жоқ, только ликвидностьтің логикасы бар. Вот и все. Ал енді ликвидностьті біз в основном HTF таймфреймде анықтаймыз. Яғни HTF таймфрейм дегеніміз ол бізде үлкен таймфрейм. Ол үлкен таймфреймге бізге, конечно же, айлық, конечно же, апталық, күндік, 4 сағат таймфреймдер жатады. Яғни осы үлкен таймфреймдерде біз основной ликвидностьті анықтайтын боламыз. Яғни түсінулеріңіз бойынша, мысалы біз егерде айлық свечаның, мысалы мынау менде өткен айдың свечасының максимумы, мынау менде өткен айдың свечасының минимумы. Яғни айлық свечаның, апталық свечаның, күндік свечаның, 4 сағаттық свечаның основной максимум минимумдары бізде ол үлкен таймфреймдегі ликвидность болып есептелінеді. Мысалы қарайтын болсақ, бізде егерде айлық свечаның максимум алынғаннан кейін, байқап отырсыздар, бізде осы свеча ликвидностьті жинады, яғни өткен айдың максимумын жинады. Үлкен ликвидностьпен жұмыс істеді. Одан кейін баға бізде там шартовой қозғалыс көрсетті. Яғни жоғары жақтағы ликвидность жиналды, баға бізде төмен жаққа ұмтылды деген әңгіме ғой. Ал енді в основном біз ликвидностьті белгілеген кезде келесі терминдерді біз пайдаланатын боламыз. Яғни ол бізде ПМХ, және ПМЛ. Бұл бізде өткен ПМХ дегеніміз өткен айдың максимумы, ПМЛ дегеніміз өткен айдың минимумы. Мысалы мынау бізде өткен айдың свечасы, өткен айдың минимумы, өткен айдың максимумы. Келесі ол бізде previous weekly low, яғни ПВЛ, ПВХ, одан кейін ПВЛ. Яғни өткен аптаның максимумы, өткен аптаның минимумы. Егер біз апталық таймфреймге қоятын болсақ, бізге анық көрінеді. Что бізде мынау өткен айдың максимумы болатын жаңа, яғни ПМХ. Мынау бізде өткен аптаның максимумы, мынау бізде өткен аптаның минимумы. Байқасаңыздар, баға бізде не істеді? Бізде өткен апта buy side ликвидностьпен жұмыс істеді. Және де ликвидностьтің екі түрі бар. Ол бізде buy side және sell side. Ликвидностьтің екі түрі бар. Buy side ликвидность дегеніміз ол бізде жоғары жақта орналасқан ликвидность. Яғни шорт позиция ашқан адамдардың ликвидності. Sell side дегеніміз ол бізде long позиция ашқан адамдардың ақшалары, қысқаша айтқанда. Яғни buy side, sell side. Надеюсь, түсінікті, да? Яғни өткен айдың максимумы, өткен айдың минимумы, өткен аптаның максимумы, өткен аптаның минимумы именно осы үлкен таймфреймдегі buy side және де sell side ликвидность болып есептелінеді. Тура сол сияқты күндік таймфреймге қоятын болсақ, біз өткен күннің максимумы, өткен күннің максимумы, өткен күннің минимумы. Яғни өткен күннің максимумы бізде PDH болады, previous daily high. Өткен күннің минимумы бізде PDL болады. Яғни previous daily low. Осылайынан белгіленеді. Яғни основной біз ликвидность ретінде белгілейтін үлкен таймфреймдегі терминдер және де белгілеу, ол бізде үлкен таймфреймдегі бір тал свечаның максимум минимум болып есептелінеді. Яғни HTF таймфреймде біз ликвидностьті осылай анықтаймыз. Ал енді 4 сағатқа келетін болсақ, ол бізде күн ішінде ликвидность анықталады. Яғни основной қозғалыс бізде әр қашан 4 сағаттық свечалардың максимум минимумдары алынғаннан кейін болады. Мысалға келтіретін болсақ, өткен күнді алсақ болады. Мысалы, мынау бізде пятница күннің қозғалысы. Мен әр қашан өзімнің торговлямда Нью-Йорктың уақытын пайдаланамын. Сондықтан осы уақытқа қойып көрсеңіздер болады.
баға бізде не істеді? Вот тут бізде 17:00-де күндік свеча ашылады. Вот тут 17:00-де күндік свеча ашылды, баға бізде sell side ликвидностьпен жұмыс істеді. Одан кейін барып, мынау бізде 21:00 свечасы. Бұл бізде азиатский диапазон, яғни азиатская сессия. Болашақта сессиялар жайлы айтамын, сол кезде толыққанды түсінетін боласыздар. Мынау бізде 21:00-дің свечасының максимумы, минимумы. 1:00 не істеді? 4 сағаттық свеча ашылды, байқасаңыздар, sell side до этого бізде уже алынып қойылды. Баға қайда барды бізде? Баға buy sideқа барды. Buy side алынды, 5:00-дің 4 сағаттық свеча ашылды. Баға қайда ұмтылды? Sell sideқа ұмтылды. Вот. Основной sell side бізде как таргет осы. Как только бізде sell side ликвидность алынды, баға бізде 9:00 свечасы sell sideпен жұмыс істеді. Sell side ликвидность алғаннан кейін қайтадан қайда барды? Buy side ликвидностьке. Не үшін? Потому что мынау фрактальный максимум. Болашақта біз структура деген сабақты өткен кезде фракталдар жайлы түсіндіріп өтемін. Вот сол кезде сіздерге түсінікті болады. Ал қазіргі сабаққа, надеюсь, уже сіздер түсіндіңіздер, что бізде нарықты қозғалтатын тек қана ликвидность, және де ликвидность бізде бағаның қайда баратын біз ликвидностьке қарау арқылы анықтайтын боламыз. Если ойымды толық жеткізсем. Егер де сіз нарықта ликвидность қай жақта екенін білсеңіз, сіз нарықтың қайда баратын білесіз. Это уже 50% сізге винрейт береді. Яғни сіз нарықтың қайда ұмтылып тұрғанын білсеңіз, мысалы біздің ситуацияда біз полностью шартовой болатын білдік. Бірақ бізде нарық точка входа берген жоқ. Ондай болады. Будущем ол жайлы түсіндіріп өтемін. Ал қазіргі уақытта сіздер жай ғана ликвидностьтің логикасын түсініп, одан кейін практика жасаңыздар. Вот. Яғни buy side ликвидность, sell side ликвидность деген сияқты. Келесі сабақта уже полноценно біз структура жайлы өтетін боламыз. Яғни бізде структура дегеніміз не? Нарықта баға ликвидностьтен ликвидностьке, яғни А точкасынан Б точкасына қалай барады? Ол бізде структура арқылы барады. Келесі сабақта мен полностью структура бойынша сабақ салатын боламын. Ал қазірге сіздерге задание, оны менің личкама, телеграмға жіберсеңіздер болады. Телеграм менде, конечно же, яғни собачка, қуаныш 00. Осылай мен іздесеңіздер шығам, қуаныш 00 деп тұрады. Осы менің личкама домашнее задание жіберсеңіздер болады. Түсіндірем, көмектесем, бәрі бесплатно, уайымдамай жібере беріңіздер. Вот. Яғни сіздерге задание. Евроның графигін ашасыздар, оғанда брокері полностью ашқаннан кейін айлық таймфреймде баға бізде, например, мысалы мына ситуацияны қараңыздар. Buy side ликвидность алынды, баға қайда барды? Sell side ликвидностьке барды. Sell side ликвидность алынды, sell side'ның бәрі жиналды, баға қайттан қайда барды? Buy side ликвидностьке барды деген сияқты. Осылайынан белгілеп, маған жіберіңіздер, көмектесемін. Тура сол сияқты апталық таймфрейм. Мысалы мына ситуацияны қарасақ, бізде buy side алынды, баға бізде имбалансты fulfill жасады. Имбаланс деген не деп уайымдамаңыздар, болашақта өтетін боламыз. Яғни sell sideпен жұмыс істеді. Яғни мына свечалардың минимумымен. Тура сол сияқты басқа кезде қарасақ та, бізде баға жол жөнекей buy sideпен жұмыс жасау арқылы sell sideқа баруда. Sell side алынды, баға бізде қайда ұмтылды? Баға бізде қайтадан buy sideқа ұмтылды. Көріп отырсыздар да? Вот. Мысалы мына ситуацияда қарасақ болады. Buy side алынды, баға бізде sell sideқа ұмтылды деген сияқты. Тура сол сияқты күндік таймфреймде қарасаңыздар болады. Яғни баға бізде полностью sell sideпен жұмыс жасау арқылы buy side ликвидностьке ұмтылуда. Яғни основной таргет бізде buy side, жол жөнекей баға sell side ликвидностьпен жұмыс жасап, buy side ликвидностьпен жұмыс жасап, кезек-кезек кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Яғни баға А точкасынан Б точкасына ұмтылуда. Келесі сабақта структура дегенді өтетін боламыз. Надеюсь, видео ұнады. Полностью заданиені маған жіберіп отырыңыздар. Сау болыңыздар. Надеюсь, түсінікті болды.